Қайырлы күн баршаға. Кешкі асқа не жасаймын деп ойланып отырсаңыз, онда осы тағамды міндетті түрде әзірлеңіз. Әсіресе ер кісілердің ұнатып жейтіні сөзсіз. Бізге керегі тауық еті, пияз және де саңырауқұлақ. Мөлшері үй ішіңіздегі адам санына байланысты. Менде осы мөлшер бойынша 3 порция тамақ шықты. Алдымен тауық етін орташа етіп турап аламыз. Саңырауқұлақтардың міндетті түрде сыртын ашып аламыз. Кішкентай пішіндегі саңырауқұлақты мүмкін болса үлкендеу етіп тураңыз. Себебі қуырылған кезде олар кішірейіп кетеді. Қызып тұрған майға алдымен тауық етін, одан кейін пиязды салып қуырып аламыз. Шамамен 10-15 минуттай қызарғанша қуырамыз. Одан кейін бөлек ыдысқа салып аламыз. Тауық етінен қалған майға енді саңырауқұлақты қуырып аламыз. Май аз болмау керек, соны ескеріңіз. Егер де аз болса, үстіне кішкене қосыңқыраңыз. Саңырауқұлақты қызартып қуырып алғаннан соң үстіне жаңағы қуырылған тауық етін саламыз. Одан кейін 2-3 ас қасық қаймақ саламыз. Жақсылап араластырып, суды құямыз. Егер де тамақтың сулы болғанын қаласаңыз, суды көбірек қосыңыз. Дәміне қарай тұз және де кішкене қара бұрыш саламыз. Арнайы саңырауқұлаққа арналған дәмдеуіш болса қоссаңыз болады, бірақ та ол міндетті емес. Бетін жауып 10-15 минутта өте баяу отта бұқтырамыз. Осымен біздің кешкі асымыз дайын. Гарнир ретінде мен картоп пюресін дайындадым. Кез келген гарнир түрімен ұсынуға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Сіздермен бірге болған Олжан Атабайқызы. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.